Ат сүрініп болған шақыл тапқан ардақта ағайын, ассалаумағалейкум, қалдеріңіз қалай? 7-ші арнаның эфирінде 7-ші студия, өздеріңіз білесіздер, біз үнемі елге, халыққа қажетті ең тың ақпараттарды, ең өзекті мәселелерді талқылаймыз, талдаймыз және оның шешу жолдарын көрсетеміз. Бүгінде дәл сондай өте бір маңызды тақырыпты тілге тиек етіп отырмыз. Білесіздер, 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы мемлекет басшысы дәл осы қарапайым қызметкерлерді қолдау қажеттігіне нақты акцент қойды. Бұл ол азаматтарды әлеуметтік тұрғыда қолдау, идеологиялық тиісті жұмыстар жүргізуге берілген тапсырма деп білеміз. Өйткені тәуелсіздік алғалы бері бізде жоғары марапатқа ие болған, қала берді қандайда бір құрметке ие болған азаматтардың сапында жұмысшы мамандарды табу өте қиын еді. Қазір сол кеткен кемшіліктің орнын толтыруға берілген нақты қадам деп білеміз бұл жылда. Жалпы енді жұмысшы мамандықтардың ішіне неше мамандық кіреді? Оларға қандай қолдау білдірдік? Оқу саласында, оларға білім беру саласында қандай жетістіктерге жеттік, және биыл сол жұмысшы мамандықтарды әлеуметтік тұрғыда қолдай алдық па, жоқ па? Дәл осы мәселелерді біз бүгін талқылайтын боламыз. Ендеше біздің студиямызға келген құрметті спикерлермен таныс болыңыздар. Қанат Досқожалы, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту департамент директоры. Қош келдіңіз, Қанат мырза. Және Таңсәуле Ғабдыманапұлы, мәжіліс депутаты. Қош келдіңіз. Және Санжар Мейірханұлы, оқу-ағарту министрлігіне қарасты талап орталығының президенті. Қош келдіңіздер, азаматтар. Жалпы осы біз бүгін талқылайтын тақырыптың өзегін өздеріңіз біліп жатырсыздар. 2025 жылдың аяқталуына да көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан нақты бастамалардың қорытындысын көрсететін кез келді деп ойлаймын. Енді Қанат мырза, бірінші сауал сізге. Жаңа айтып өткеніндей, біз жұмысшы мамандықтар жылы, жұмысшы мамандарды қолдауымыз керек деген бастамаларды, сөздерді, конференция болсын, жиналыс болсын, көп айтып жатырмыз. Жалпы жұмысшы мамандықтардың сапына кіретін нақты белгіленген неше мамандық бар? Өйткені біз мынау қоғамдық көлік айдайтын азаматтарды, аула сыпырумен айналысатын аға апаларымызды, әкемізді, анамыздай азаматтарды көрсетіп жатырмыз, ақпараттық тұрғыда насихаттап жатырмыз. Бірақ нақты жұмысшы мамандығының сапына кіретін мамандардың санына қатысты деректі әлі ұшырату қиын болып жатыр. Сондықтан нақты жұмысшы мамандықтардың тізіміне қанша мамандық кіреді? Содан бастайықшы өзі. Жұмысшы мамандардың тізіміне 8 мыңға жуық мамандық тізіміне кіреді, мамандықтар кіреді. Бұл жалпы барлық салада мамандықтарды бір тізімге енгізсек, осындай сан шығып отыр біздің талдауымыз бойынша. 8 мың мамандық. 8 мың. Енді сол енді ол айта кетсек, тағы да бір мәселені айта кеткім келіп отыр. Қазақстанда мысалы 9 миллион 700 мың адам жұмыспен қамтылған екен, жұмыс күшіне кіреді екен. Оның 6,5-7 миллионға жуығы жалдамалы жұмыспен айналысады. Қалғаны өз кәсібін ашқан адамдар. Осы 6,5-7 миллионның ішіндегі 2 миллионға жуығы, 1,5-2 миллионға жуығы осы жұмысшы мамандық бойынша адамдар екен. Сондықтан әрбір 4 адамның бірі осы жұмысшы мамандар екен біздің елімізде. Сондықтан бұл өте жаңағыдай маңызды бастама. Сондықтан бұл мамандарды қолдау өте қажет деп ойлаймын. Біз министрлік тарапынан көп шаралар жасалып жатыр. Мәселен кей? Айтып өтейін шараларды. Әрине. Бірінші айту үшін шақырдық қой эфирге. Айта кетсек, қысқаша ғана айта кетсем, әрқайсысына тоқталып десеңіз тоқталайын. Кәсіптік бағдар беру, ол жаңағы мысалы биылдан бастап іске қосылды. Ол былтыр әзірленген тұғын, ол Мансап Компас деген біздің платформа. Ол платформа жұмысшы мамандықтар қандай көмектеседі. Ол оқушыларды қазірден бастап өздерінің қызығушылықтарына және жаңағы дағдыларына байланысты соларға мамандық тізімін ұсынады. Ол қалай ұсынады ол жерде? Ол жер Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы әзірлеген тестілеу жүйесі бар. Сол тестілеу жүйесі негізінде оқушылар сол тестілеуден өтеді. Сосын өзінің қызығушылықтарына байланысты мамандықтар тізімі ұсынылады. Ол мамандықтар тізіміне
оқушылардан бөлек ата-аналар да көре алады. Ата-аналар өз кеңестерін береді. Сонымен қатар кәсіптік білім, кәсіптік бағдар берушілер, профориентатор дейді орысша, солар да ол тізімге қол жеткізе алады. Әр мектептің өзінің кәсіптік бағдар беру мамандары бар. Сол мамандар сол тізімді, сол мектептегі оқушылардың тізімін алады. Сол тізімге сәйкес, жаңағы ақпаратқа сәйкес жоспар құрады және ақпарат ретінде пайдаланады. Жақсы. Мынау Қанат Досқожаұлы, сіздер енді жыл сайын шын айтқан кезде еңбек нарығын есептейтін, еңбек нарығына қай салада қанша маман керегін есепке алатын басты ведомствосыздар. Яки сіздердің деректеріңізге сәйкес ғылым және жоғары білім министрлігі гранттарды бөледі, колледждер бойынша оқу ағарту министрлігі өзінің гранттарын жасақтайды, ұлттық статистика бюросы қанша адам жұмыссыз бар, қанша маман жұмысқа орналасты, қанша маман диплом алғалы алғашқы жұмыс орнына орналасты, орналаспады, осы деректің бәрін шығарады. Енді биылғы дерекке қарайтын болсақ, мінекей біз жұмысшы мамандықтар жылдап жарияға жар салдық. Бұл мемлекет басшысының өте маңызды бастамасы айтып отырмыз. Енді іске асыру тұрғысында негізгі жүк, негізгі басты ведомство бұл сіздер болып табыласыздар. Биылғы мына өзіңіз айтқан кәсіби бағдарларды қазір біз талқылаймыз, оған қатысты пробел көп жалпы. Жұмысшы мамандықтарға деген сұраныс, жаңа өзіңіз айтқан түлектердің санынан көп па, жоқ па? Яки түлектердің сапынан көп па? Жұмысшы мамандыққа биыл барам дегендердің саны артты ма былтырғы жылмен салыстырғанда? Сұрағыңызға рахмет. Бұған мен статистикамен жауап берейін. Қазіргі еңбек электрондық еңбек биржасына қарайтын болсақ, 56 мың вакансия жарияланыпты. Оның 26 мың осы жұмысшы мамандықтар екен. Және 25 жылға. Осы бүгінгі статистика сәйкес электрондық еңбек биржасында. Оның ішінде айта кетсек, қандай мамандықтар мысалы? Ол кәсіби біліктілік қажет етпейтін мамандықтар көбісі. Мысалы, аула сыпырушылары, күзетшілер, кір жуушылар сияқты. Соны салаларға бөлетін болсақ, оларды ол өндіріс саласында ең көбі, көлік және логистика саласында, құрылыс саласында, энергетика саласында, ауыл шаруашылық саласында. Ал егер жаңа мамандықтарға келетін болса, қандай мамандықтарға сұранысқа ең көбі? Ол мысалы жаңағы өндіріс саласында ұсақтаушылар, автослесарлар, тігіншілер, пісірушілер және тағы да басқалары. Құрылыс саласында жол құрылысшылары, сылақшылар, ағаш мастерлері, сол сияқтылар. Сосын ауыл шаруашылығына келетін болсақ, ондағы сұранысқа ие мамандар, тракторшылар, механизаторлар, бау-бақша өсірушілері, сол сияқты мамандықтар. Осылар ең көп сұранысқа ие мамандар болып табылады. Жақсы. Таңсөлі Ғабдаманапұлы, өзіңіз білесіз, енді мен де мынау мәжілісте тиісті депутаттық сауал көтерген едім, жаңа айтып отыр ғой енді азаматтар мынау статистикаға сүйеніп. Жалпы өзі Марк Твеннің сөзі бар ғой, әлемде 3 түрлі өтірік бар дейді ғой, біріншісі өтірік, екіншісі нағыз өтірік, үшіншісі статистика дейді. Сондықтан біздің елдегі статистикаға күмән көп, жалпы өздеріңіз білесіздер. Оны мен арнайы өзім бастамамда да ұсынысымда айтқан едім. Қазіргі жұмысшылардың санына келетін болса, ұлттық статистика бюросы бізге не береді? Ұлттық статистика бюросы айтады, Қазақстанда азаматтарының 4-6% дейді, 25 жылы жұмыссыз дейді. Ол дегеніңіз 451 мың адамның көлемінде. Бірақ осы еңбек министрлігінің арнайы дерегін алып қарасам, 16 мамырда осы жылдың алып ашып қарадық. Сол ресми дерекке сол күні қараса, Қазақстанда 20 миллионнан астам азамат бар. 20 миллион 400 мыңдай қателеспесем. Соның 11 миллионнан астамы еңбекке қабілетті. Енді сол 11 миллионнан астам азаматтың 5,2 миллионының не зейнетақы қорына көк тиын ақша түспеген, не ешқандай әлеуметтік аударым жасалмаған. Яки зейнетақы қорында қаражат жоқ және әлеуметтік аударым жоқ азамат дегеніміз кім? Ол тұрақты ресми жұмысқа тұрмаған азамат. Ондай азаматты біз жұмыспен қамтып деп айта алмаймыз, және мен осы үкіметтің есебіне де нақты өз күмәнімді келтіргем. Яки демек Қазақстанда 11 миллионнан астам азамат еңбекке қабілетті болса, осы аударымдарға қарап біз оның тең жартысы жұмыс деп айтуға толық қақымыз бар. Ол ресми дерек, министрліктің өзінен алған. Сондықтан статистикаға байланысты енді өздеріңіздің мәліметтеріңізді келтіре жатарсыздар. Таңсәулеміздер. Жаңа енді уәкілетті ведомство айтып отыр ғой. Қазақстанда 8 мыңнан астам мамандықты жұмысшы мамандық деп қарасақ болады. Ол жерде 2 миллиондай азамат жұмыс істейді деп. Елдің, халықтың оның ішінде мынау 8 мың мамандықта жұмыс істеп жүрген 2 миллион жұмысшы маманның жағдайын биыл жақсарта алдық па? Жоқ па? Енді ол ел не дейді деген сұрақ қой ең бастысы. Сол ел не дейдтің мәселесі ғой. Мынау министрлікке қарасақ, солардың статистикасы бәрі жақсы. Ал енді халықтың ортасына барып қарасақ, ол халықтың ортасына бармай күнделікті бір үйіңде тұрба жарылса,
сапалы сантехникті табудың өзі қазір соның өзі өте қиын. Неге? Өйткені біз тиісті маманды даярлай алмай отырық. Ол бір. Екіншіден, президент бұл жұмысшы мамандық туралы 25 емес, 23-тен бері айтып келе жатыр. Сол себептен 23-те кәсіптік біліктілік туралы заң жобасын әзірледі парламентке келген бетте. Ол не береді? Біз қысқа мерзімде жаңағы шаштараз болсын, нейлстилист болсын, соны 2 жыл 10 ай оқытпай-ақ, сол 2 апталық курспенде дипломға тең келетіндей дәреже беріп, соны жұмысқа қамтиық дедік. Ал енді колледж мәселесіне келетін болсақ, мынау жоғарғы орынның оқу орнының тым қол жетімділігі, болмаса сол колледжде дайындайтын ұстаздардың сапасының төмендігі. Неге? Өйткені анау колледжге бала бару және де сол кәсіподақ мекемелердің ортасындағы коллаборацияның жоқтығынан. Өйткені ол колледжді бітіреді, бірақ олар маманға ие бола алмайды. Өзімен өзі қамту мәселесі, жаңа сіз айтып отырған. Біз жұмыссыздық болды дейміз дағы, жұмыссыздықты 200 мыңға жойып жердік дедік. Ол мысалы не нәрсе? Мынау өзін өзі қамтып отырған таксистер. Біз оны Яндекс таксиді заңдастырдық дағы жұмыспен беріп отырдық дедік. Жоқ, ол оның алдында өзін өзі қамсып таксимен айналысып жүрді ғой. Мәселе сондай. Ал енді ауылдық жер жаңағы агро, неге ауылдарымыз құрдымға кетіп отыр? Өйткені ол жердегі бар мамандыққа азаматтар бармайды. Неге? Өйткені олардың төлейтін төлемақылары төмен. Олардың көтермелері колледжден кейін басқа жоқтың қасы. Сол себептен сол жаңағы сіз айтқан агроном, сіз айтқан тракторист, сол айтқан механизатор, олар бармайды о жерге. Ал бірақ ол мамандықтар бізге тапшы. Мәселе сонда. Энергетиктер. Колледждерді былай алайық, жоғарғы оқу орындарының өзі жауап тастап жатқан жоқ па? Ал енді өзіңіз білесіз, біздің елімізге атом электростанция салынады, 3 жылу электростанциясы салынады, жел электростанциясы салынады. Бірақ оған баратын біздің мамандар жоқ. Неге? Олардың айтады ертеңгі әлеуметтік жағдайы көзделмеген деп. Ал енді біз кеңес одағынан келетін болсақ, неге колледжден кейін бірден жұмысқа кетіп жатты? Олар өйткені тиісті әлеуметтік пакетті қолдап жатты. Ал енді жаңағы шаштаразбенен нейлстилистеріңіз неге олар бірден кетіп жатады? Өйткені қарапайым халықтың күнделікті тұтынатын дүниесі. Сол себептен олар тез оқып алып, өздері қамтып отырған азаматтар. Ал енді біз соларға тиісті пакетті ұсынатын болсақ, ол жаңағы әлеуметтік салыққа да өзінің септігін тигізеді, жұмыссыздық мәселесінде де жояды. Екінші мәселе, мынау еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі. Көп енді парламент қабырғасында жүріп қой, көп сұрақтарды көтерген кезде тек қана әлеуметтік қолдау дейік. Ал тиісті негізгі бағыты бұл еңбекпен қамту. Сол жерде жүргізілетін мониторинг, сол жерде жүргізетін бір саяси тетіктер болу керек. Жұмыспен қамту міндетті түрде. Бұл жерде де кейін ұсыныстар бар. Әлгі Туниясова деген болды ғой кезінде. Жұмыс істемесең міндетті түрде жатып жеріліп қойды. Жазыласың. Ал енді жаңағы жұмыссыздардың ортасында ауылға барғанда талай азаматтарды көріп жүрік. Ой қош, ол ақшасы аз, мынасы аз. Мемлекеттің берген жәрдемақысына жатып алған азаматтар. Оларда да жоқ емес, олар бар. Ал енді солардың алдын алу үшін қай жерде қандай мамандықтарын келу керек екен, ауыл шаруашылық саласында қандай тетіктер керек, анау агрономияны, зооветеринарияны дамыту. Оған тиісті мониторингтер жүргізіліп, соған тиісті мамандарды тарту керек. Жақсы. Санжар Мейірханұлы, енді жаңа колледждердің мәселесін айтып қалдық қой. Жалпы енді қазіргі заманауи тілде коллаборация дейміз бе, былай қарағанда енді бәрін бір ортаға тоғыстыру ғой. Таңсөлек Абдамалықұлының айтып отқан сөзінде үлкен жаны бар мәселе бар. Яки мына біздің әлеуметтік мәдени даму комитетінде де мәжілістің бір үлкен сынға қалған, еңбек министрлігі білеміз. Неге? Себебі бұл жаққа біз берілген бюджет бар, 5 триллион астам бюджет, мысалы 24 жылы сіздер игердік деп әкелген. Ол жердегі негізгі бастама, білеміз, жалақы,
жәрдемақы, басқа да әлеуметтік төлемдер төлеуге арналады. Біз үнемі осы министрлікті кейде бір тек қана бір халықты әлеуметтік қамту министрлігі секілді көрінеді, бірақ оған көп ақылдың қажеті жоқ, өйткені тиісті бізге әлеуметтік мұқтаж, әлжуаз топтардың бізде тізімі бар, бюджеттен ақша беріп, соны таратып бердік болды. Біздердің үнемі айтатынымыз, осы үкіметтің ішінде аталған ведомствоның негізгі бағыты, негізгі индикатор бұл жұмыспен қамту болу керек. Ол бірақ қалай жүзеге асу керек? Еңбек министрлігі өздері жұмыспен қамтумен айналысады. Оқу ағарту министрлігінің ішінде жаңа колледждерге біз тиісті маман дайындауымыз керек, немесе ғылым және жоғары білім министрлігі де тиісті мамандар дайындап бірге отырып жұмыс істеу керек. Тіпті уақытында өздеріңіз білесіздер, осы бізде алға жоспар қабылдаудың негізгі тетігі болмады ғой. Яки еңбек министрлігі бізге нарыққа осынша маман керек дейді, тиісті министрліктер сонша оқу грантын береді, бірақ мен бір ғана мысал айтайын, бұл қарапайым мысал енді. Мәселен 2015 жылы бұл министрлік берсе, 2015 жылы сонша грант жариялай салады. Мысалы, сол кезде білім және ғылым министрліктері. Бірақ біздер кемінде жоғары оқу орнында 4 жылға, колледжде 2 жылға алға қарауымыз керек қой. 4 жылда қандай мамандықтар бізге керек болады, соған сәйкес біз биыл білім грантын бөлуіміз керек, бірақ бұл жоспарлаудың тетіктері өкінішке орай болған жоқ. Қазір қалай атқарылып жатқан өзіңіз айтарсыз. Енді Санжар мырза, қазір мінекей жұмысшы мамандықтар жылы. Сіздер енді оқу ағарту министрлігінің ішінде әсіресе мына колледждерге тиісті әдістемелік дүниелер дайындайсыздар. Олар соған байланысты сол бағытта жұмыс істейді. Ең бірінші жаңа Таңсәуле мырза айтып кеткен, осы саладағы бір-біріне ұштасып, бірігіп тізе қосып жұмыс істеуден бастайықшы. Уағынан бері білеміз, жұмыс беруші мен оқу орындарының арасында тиісті байланыс болған жоқ. Бұны біз қанша айтамыз, бірақ өкінішке орай бизнестің өз пікірі бар, мемлекеттік органның өзінің пікірі бар, бірақ білуіміз керек, бизнес бәрібір де маған осынша маман керек деп сізге тікелей жоспарлы айта алмайды, өйткені нарыққа байланысты, нарыққа байланысты, халыққа байланысты, салыққа байланысты жүреді бұның барлығы. Қазір осы колледждермен, әсіресе жұмысшы мамандықтарға бағытталған колледждермен жұмыс берушілердің арасындағы байланыс қай деңгейде, қанша жылға алға жоспары бар? Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Жалпы бізде өзіңіз білесіз, шынында да жұмыс берушінің тарапынан сіздер дұрыс дайындамай жатсыздар, бізге қажетін дайындамай жатсыз дегенде енді 10 жыл, 15 жылдың кезеңінде айтылып келе жатқан сұрақтар көп. Осы үнемі сын дейсіз олар. Үнемі сын. 4-5 жылдың төңірегіндегі айтатын болсақ, сондықтан да президентіміздің бастамасымен колледждерге академиялық дербестік кіргізілді. Академиялық дербестік дегеніміз министрлік өзінің жесткий бір регламентін қоймайды. Бұрын енді типтік бағдарлама деген болған. Қазір білім жұмыс берушіменен білім ордалары бірігіп бағдарламалар жасай алады, яғни академиялық дербестік. Мысалға, Астананың белгілі бір колледжін алайық. Академиялық дербестіктің аясында электротехникалық заводқа барып айтады. Не электротехникалық заводтың әріптестері келіп айтады, мынандай маған маман керек, осы бағдарламаның аясында жүзеге асырып дайындаңыздар. Қазір оған қол ашық дайындай алады. Бұрын әрине тежеу болады. Бұл бір бағыттағы кооперация. Яғни бәрі бейберекет жұмыс жасамас үшін біздің ұйым белгілі бір реестр жүргізеді, мемлекеттік стандарттарға сәйкес. Мемлекеттік стандарт орындалып жатыр ма, қандай да бір белгілі бір талаптар, ережелер орындалып жатыр ма. Бірақ мазмұнды жағынан олар дербес. Айтайын деп тұрғаным, 8 мыңға жоқ біздің реестр бағдарламалы болатын болса, соның бүкіл Қазақстанның 770-дей колледждің барлығы осы 8 мың бағдарламаның барлығы реестрде тұр. Яғни сіздер барып көре аласыздар. Қазір жұмыс беруші айта алмайды. Сіз оны дұрыс жасамай тұр. Бұл жерде тағы бір қоса кететін жағдай, кәсіби стандарт дегеніміз бар. Былтырғы жылдан бастап кәсіби стандартпен осы білім беру бағдарламалар ұштасты. Кәсіби стандартта белгілі бір құзыреттілік бар. Біздің білім беру бағдарламаның оқу нәтижесі бар. Осының екеуін ұштасқан жерін цифрлық жалпы нәрселермен көре аламыз. Яғни 25 жыл осы толықтай, мысалы белгілі бір депутат мырза, мынау белгілі бір колледждеріміз қандай дайындалып жатыр, ол кәсіби стандартқа негізделген ба десе, оны көре алады. Әрине, біз оны әрі қарай жандандыруымыз керек, әрі қарай оны күшейтуіміз керек. Кейбір колледждеріміз кәсіби стандарттар алмаған дүниелер болатын болса, соны алғызуымыз керек, қосуымыз керек. Бірақ та кәсіби стандарт жоқ кезде қалай болады?
белгілі бір жұмыс берушінің талабына сәйкес білім беру бағдарламалары жасалады. Сонымен қатар халықаралық стандарттар бар. Оның ішінде Олскидің стандарттары бар, оның ішінде заманауи стандарттарымыз, осы жасанды интеллекттің енгізілуі барлығы бірге қосылады. Бұл бір бағыт, білім беру бағдарламасын. Екінші бағыт, сіз айтып отырғандай, тағы да біздің 22-ші жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ірі кәсіпорындармен келіскенде қамқорлық қылыңдар колледждерді. Осы жұмыстар орындалсын. Әрине, жұмыс берушінің тарапынан оның өзінің жоспарлы экономика емес, нарықта экономика болғаннан кейін белгілі бір ұштаспайтын кездер болып жатады. Бірақ жыл басына санасақ, өйткені бизнесті тізеге басып міндеттеу дұрыс емес екенін көрсетіп отыр уақыт. Оның да өз жоспары бар. Бірақ та біз жұмысшы мамандықтар жылында, айналайындар, сіздердің жұмыстарыңыздың алға басуы білікті кадрларға байланысты екенді көрсетіп жатырмыз. Белгілі бір жоспарларды бірге жұмыс жасайық деп осы ұсынып жатырмыз. Мысалға айта кетесіңіз, осы 2025 жылдың басына шейін 400 біздің колледжерімізге 500-ге жуық кәсіпорын қамқорлық жасайтын болса, шефство, осы 4-5 айдың көлемінде біз оның санын 4000 есеге ұлғайттық. Яғни қазіргі таңда 4000 кәсіпорын осы 700-дей колледжімізді мамандығы бойынша қамқорлық қалып отыр. Әрине, оның ішінде ендігі тетік әрбір бағыттарын жүйелі түрде нақты жұмысқа айналдыру. Мысалға, бізде инфрақұрылым дейміз. Инфрақұрылым енді әрине жас маман жобасы аясында осы 180-дей колледжіміз қамтыдық. Бірақ енді жұмыс берушіде көмек көрсету керек қой. Өзінің мамандығын дайындап жатқан колледжерімізге бірігіп қандай да жұмыс атқарыла ма? Бұл бір бағыт. Дуалдық оқыту. Мәселен қандай енді жұмыс берушінің басты міндеті меніңше нарыққа шыққан маманды жұмыспен қамту. Колледждің не тағы не сұрап отыр бизнестен? Мысалы қараңыз, нарыққа жалпы айтқанда дуалдық оқытуменен қамту дейміз. Дуалдық оқытуымыз екі жақтық жауапкершілік. Жұмыс беруші айтады, мен осыны практикаға алайын, мен оның сезімді көмектесейін деген сияқты. Ал колледжіміз наставниктеріне, тәлімгерлеріне ақысын төлейді. Енді дуалдық оқытудың көрсеткішінде біз өсіруіміз керек. Бір бағыт. Екінші, сіз айтқандай инфрақұрылымдық жағынан айтатын болсақ, біз колледждерімізде белгілі бір мамандықта белгілі бір қондырғы жетіспеуі мүмкін, белгілі бір жалпы айтқанда дағдыны алуға бір көмек көрсету керек. Әрине, жұмыс беруші колледждерімізде оқу орталықтарын ашып, не болмаса өзінің базасында жалпы жұмысты бірге жасап жатыр. Жақсы. Санжар, мына сұрақ. Бізде жаңа айтып отырмыз ғой, 8000-дай мамандық бар жұмысшы мамандықтардың сапында. Бір жылда біздің елдегі колледждер қанша маманды нарыққа шығарады? 150 мың. Қанша түлек? 150 мың түлек, иә? 150 мың түлектің мінекей қаншасы алғашқы жылы нарықта жұмысқа ие болады? Тұрақты. Тұрақты бір 60%-дай деуге болады. Занятоспен 80%. Жоқ, енді жалпы 60%, 85 мыңдай маман, иә? Енді еңбек қамту орталықтары оларға да сұрақ өте көп. Таңсәуле мырза, енді бір осы сандарға байланысты сізге сұрақ қойғым келіп отыр, иә? Халық қалаулысы ретінде. Мінекей, бізде 8000 мамандық бар, 2 миллион адам жұмыс істейді дедік жаңа айтқандай. Бір жылда біздің колледждеріміз 150 мың адамды шығарады, жаңағы түлек шығады, жұмысшы мамандардың соның 85 мың алғашқы жылы жұмысқа ие болады. Мінекей, еңбек министрлігі айтады, бізде 26 мың жұмыс орны қазір вакансиялық бос тұр, жұмысшы мамандыққа қатысты. Бұл жердегі сан жағынан осы айырмашылық неде деп ойлайсыз? Мына жақта мінекей біз маман шығардық, 40% бірінші жыл жұмысқа орналаса алмайды, ал мына жақта маман жетпейді. Себеп неде сіздіңше? Ортадағы статистикада. Неге? Өйткені бұл екі ортада арақашықтық. Колледжден бітіргеннен кейін әйтеуір жұмыспен қамту. Ол мамандығы бойынша ма, жоқ мамандығы бойынша емес пе? Білуімізше колледжден бітіргеннен кейін қаланың өзінде қалып қойғысы келетін балалар бар. Я болмаса өзінің негізгі колледждегі мамандығы бойынша жұмыс орнының жалақысы әлеуметтік пакетінің өте төмендігінен басқа жеңіл жұмыстарға ауысып кетіп жатқаны бар. Сол себептен және де мынау жұмыс берушінің сұранысына сәйкес. Егер біз сол мамандықты колледжде де және жоғары оқу орнында да дайындайтын болсақ, онда ол жұмыс беруші міндетті түрде бұл қалыптасқан тенденция.
соңғы уақытта. Мынау университеттердің бітірген балаларын алуға құштар болып тұрады колледжге қарағанда. Ал енді мен бір мысал келтірейін. Қарағандыда жоғары техникалық колледж бар, және де политехникалық университет бар. Сол жерде екеуінде де байланысшы дайындайды. Мен байланысшы маман ретінде. Бірақ Қазақтелеком акционерлік қоғам енді байланыс саласының операторы болғаннан кейін. Анау университетте алғаннан колледжден алғанда қалап тұрады. Неге? Өйткені олар практикалық айырмашылық. Олар қарапайым мынау столбыға мінуді біледі, сымды қалай паять ету керек екенін біледі, абоненттерде таратушы шкафпен қалай жұмыс істеу керек екенін біледі. Ал университеттерде ол жоқ. Біз академиялық білім алады. Олар академиялық білім алады. Ал енді Қазақтелекомға электромонтер менен электромеханик ол жұмысқа келген бетте сол дүниемен жұмыс істеп кету керек. Сол себептен олар соған қалай қарайды. Демек, мамандық бір, дайындалу екі жақта. Дайындалу екі жақта. Бірақ көп күткендей жоғары оқу орны емес, колледждің маманы әлдеқайда әмбебап келеді. Әмбебап келеді. Бірақ соның бұл жерде бір үлкен минус болып тұрған, анау колледждің бітірген мамандарының деңгейі түсіп кетіп тұрғаны ғой. Мәселе сонда болып тұр ғой. Кейбір колледждерде қағаз жүзінде жаңағы білім бағдарламасы болса басқасы онша керемет. Ал енді кейбір салаларда айтып тұр ғой, анау университеттегі алғандар жоғарғы білім ғой. Соны алғысы келіп тұрады. Көп азаматтар, енді азаматтардың өзіне де анау жоғарғы білім қолжетімді болғаннан кейін, колледжден кейін бірден соған кеткісі келіп тұрады. Ал енді біз кезінде университет бітірген жоғарғы оқуға барғысы келеді. Ал енді жоғарғы оқуға барғаннан кейін бір жерге қосымша табыс тауып соның көзімен жүреді. Түсінікті. Ал енді кезінде өзіңіз білесіз, комбайнер деген мамандық. Сол бір керемет мамандық болатын еді ғой, елдің бәрі комбайнер болуға асығатын. Просто біз мамандықтардың негізгі деңгейін түсіріп алып отырмыз. Жақсы. Қанат Досқожаұлы, жаңағы айтып өткен 26 мың вакансияға қатысты мәселе. Нақты қай салаларда бос орындар, жұмыс орындары көп? Тіпті біз енді мынау жалпы осы мамандықтардың бағытталған жаңағы жылда тиісті ведомство не атқарды деген жұмысты талқылап жатырмыз. Бірақ қарапайым елге де қазір мынау қызметке тұра алмай, жұмысқа тұра алмай жүрген мамандарға да бір үлкен құлақ қағыс болсын. Нақты қай саладағы мамандар бізде жетпейді? Неге айтып отырмын? Өйткені ресми статистикаға қарасақ, жалпы осы жалақы туралы айту біздің елде бір алғыс алатын ақпарат емес. Дей тұрғанмен ресми статистикаға қарасам, қазір елімізде мынау мұнай және газ саласындағы инженер, геолог, технологтардың айлығы шамамен 800-нан 3,5 миллион теңгеге дейін деген дерек бар менің алдымда. Бұдан бөлек IT мамандар бар. Енді олар жұмыс мамандыққа жата қоймайды, бірақ IT мамандар 700-нан 2,5 миллионға дейін жалақы алады дейді. Экономистер, брокерлер, қаржы аналисттер, басқалар миллион теңге кемінде табыс табады. Активтерді басқару саласындағы тәжірибелі мамандар 5 миллионға дейін жалақы алады дейді. Бірақ бұның барлығы соңғы айтқан жоғары жалақы. Бұлар жұмысшы мамандықтар емес. Сондықтан жастардың да санасында мен жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін ата-анамның былай қарағанда үмітін ақтау үшін, өзім отбасы құрсам, өз отбасымның, әулетімнің әлеуметтік жағдайын дұрыстау үшін мына басқа салаларға неге бармадым деген ойда қылаң беруі мүмкін. Сондықтан мен сұрап отырмын. 26 мың мамандық, 26 мың жұмыс орны, бұл нақты қай салаларда? Ол сұрағыңызға жауап беретін болсам, мынау алдында қазір не тұр? Ақпарат тұр. Олар айта кетсе, мысалы, өндіріс саласында 4300 адам вакансия бар. Ол өндіріс саласында қандай мамандар? Ұсақтаушылар, автослесарлар, тігіншілер, пісірушілер депті. Сосын одан кейінгі көлік және логистика саласында 3000-ға жуық адам вакансия бар екен. Олардың мысалы автомобиль жүргізушілері, тартқыш жүргізушілері, шағын автобус жүргізушілері, жүк көлігінің жүргізушілері. Осыларға сұраныс болып тұр қазір мысалы. Сосын жаңағы сіздің сұрағыңыз өте орынды. Басқа салаларда мысалы айлық өте жоғары, адамдарда айлық енді төменде ғой. Енді бұл жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп бекер болмаған сияқты. Себебі бұл жаңағы бағана айтып өткендей 4 адамның бірі осы жұмысшы мамандық саласын жұмыс істейді екен. Бұл өте жаңағы ауқымды, жаңағы халықтың ауқымды бөлігі. Бұлардың әл-ауқатын көтеру керек. Сондықтан министрлік тарапынан көп шаралар атқарылып жатыр. Жаңағы сіздің айтып өткеніңіз жаңағы кәсіби профстандарттарды жаңағы әзірлеу деп жатсыз ғой. Сол маңызды деп жатсыз ғой. Ол біз тарапынан жасалып жатыр. Биылғы жыл мысалы жұмысшы мамандықтарға байланысты 100 профстандарт әзірленді.
ол қай салаларда? Су шаруашылығы, машина жасау саласында, химия өнеркәсібі, тау-кен өнеркәсібі сияқты. Сонымен қатар жаңағы сіз айтып өткен тәжірибе өте маңызды деп отырсыз. Ол жақтан да біздің министрлік тарапынан осы жұмысшы мамандықтарға байланысты жаңағы атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып тәлімгер бағдарламасы іске қосылды. Ол тәлімгер бағдарламасының негізгі міндеті, жаңағы мақсаты осы жастарды тәжірибелі тәлімгерді байланыстырып отырып, солардың біліктілігін арттыру. Және қазіргі таңда мысалы 6000-ға жуық жас осы бағдарлама бойынша жаңағы тәжірибеден өтуде. Оларға 3200-ге жуық тәжірибелі тәлімгер бар. Жақсы. Қанат Досқожаұлы, мәселе мынада. Жаңа айтып өткендей, колледждер бір жылда 150 мыңдай жұмысшы маман дайындап шығады. Оның шамамен бір 80 мыңдай ғана алғашқы жылы жұмыс орнына орналасады. Жалпы енді бұл колледждерге қатыстыра бұндай бастаманы күшейту керек. Неге? Себебі біз білеміз, уақытында жоғары оқу орындарына осындай шешім қабылдады. Әрбір жоғары оқу орны бізде өзінің академиялық тиісті дипломын береді, бұрынғыдай емес. Және келесі оқу жылында алатын, мемлекеттен алатын білім грантының саны оның өткен жылы оқуын тәмамдаған студенттердің қанша пайыз жұмыс орналасқанына тікелей байланысты. Бұл өте маңызды бастама. Неге? Себебі бізде тіпті мынау қол қалап сонша қолдап, бұл өте маңызды әрине. Педагог мамандықтардың өзі, мысалы біз өткенде есебін қабылдасақ, тиісті министрліктің 24 жылдың 1 қарашасында мәліметке сәйкес, қателеспесем, біздің елімізде 35 мыңдай ұстаз қазір жұмыс жүр педагог мысалы үшін. Бұл да тиісті саланы қолдау бар, ары қарай жұмыспен қамту саласында да. Өйткені біз тек қана оларды оқыттық, тоқыттық, стипендиясын бердік, бір есіктен шығарып салдық емес. Біз оларды ары қарай да әлеуметтік тұрғыда қолдауымыз керек деген дүние ғой мінекей. Енді азаматтардың жұмыс жалақысы туралы айтып отырмыз, иә? Жалақысының қаншаға өскені туралы сізде дерек бар ма бір жылда жұмысшы мамандардың? Ол туралы дерек жоқ, бірақ осыған байланысты дерек бар менде. Бағана сіз айтып өткенімізде, бізде платформа іске асуда. Ол платформада біз оқушыларға қай салада жұмысшы мамандықтардың жалақысы қандай, қай өңірде, қайсында жоғары айтыңызшы, қай өңірде жоғары? Қазіргі ондай мәлімет дәл қолымда жоқ, айта алмаймын. Ол платформада өзгеріп отырады, себебі ол экономика жағдайына байланысты. Жақсы, түсінікті. Санжар Мейірханұлы, жалпы азаматтардың жаңағы жас мамандардың нарыққа шыққаннан кейінгі мына мамандық таңдаудағы мәселесінің бір басты тетігі ол жалақы екені жасырын емес. Өйткені оны біз әрине кейбір сарапшылар айтқанын жақсы көреді. Біздің жастар шыққаннан кейін бірден жоғары жалақыны сұрайды, басқа дегендей. Бірақ кешіріңіздер, нарық заманы болғаннан кейін кез келген азамат, кез келген маман, мейлі жас болсын, мейлі тәжірибесі болсын, өзіне қажетті, менің көңілімнен шығады, мен қанағаттанамын деген жалақыны сұрау, бұл тек қана адамның хақы ғана емес, бұл конституциялық өзінің құқы адамның. Сондықтан да осы жалақы мәселесінде колледжді бітірген жұмысшы мамандықтарға қатысты бізде жалақының коэффициенті қандай? Қанша мен қаншаның арасында қазір жалақының деңгейі, және олардың мамандықты ары қарай осы салада жұмыс істеп кетемін, немесе болмаса мен ары қарай жоғары оқу орнында оқиын, басқа немесе мүлдем басқа салаға кетуіне осы жалақының деңгейі қаншалықты әсер етеді? Тиісті әлеуметтік зерттеу бар ма? Жалпы жалақы енді нарықтық экономика болғанда әрине жалақы әсер етеді. Егер индустриялық мамандықты айтатын болсақ, біздің колледждерімізден жалпы анализ жасасақ, 350-ден 800 мыңға шейін. Ал сервистік мамандықтарда 250 мыңнан басталады, 600-700 мың арасында. Оны неге нақты айтып жатыр? Мысалға, енді бізде ол құр сөз емес, мысалға сантехника мамандықтары бойынша. Бізде Алматыда белгілі бір колледждің студенті ол колледжде оқып жүр. Сонымен қатар сантехника жұмыс жасап, 600-700 мың теңге алады. Сонымен қатар дәнекерлеуші тағы да Алматы болсын, Астана болсын, белгілі бір 500 мың теңгеден жалақы алады. Енді мен сол дәнекерлеуші керек белгілі бір ұйымдарға барсам, компаниялар бар, мысалы, Модекс бар, Альстон бар, олардың бәрі айтады. Жаздың кезінде олар белгілі бір анау сезонный жұмыстарға кетіп қалады, сол кезде өндіріс орындарда дәнекерлеуші керек болады. Ол кезде де оларды мысалға қатты қиналып тұрады. Мысалға қызмет көрсетуде де жанымызда тұрған бұрабайға кетіп қалады, астанамызда айтады, бізге жетіспей жатыр осы қызмет көрсету саласында мамандар. Яғни 250-ден бастап осыншама аралықта төлейді. Мен оны айтып жатқаным... Түсіндім, ол енді біз бер қарай айтайық. Мәселенге қатардағы мынау еден жуатын апаларымыз бар. Немесе аула сыпыратын,
мынау көшенің қоқысын тазалайтын азаматтар бар. Енді өкінішке орай оларда ондай жалақы жоқ. Енді оны біліктілікті қажет етпейді. Иә, ол енді зейнет жасына келіп қалған азаматтар, бірақ оларды да біз деген біліктілік қажет етпейді дегенмен оларды біз жұмысшы мамандықтарының санатынан сырт тастай алмаймыз, сіз тастай алмаймыз өкінішке орай. Өйткені өкінішке орай деп айтып отқан себебіміз ол азаматтарда жоғары жалақыға тиісті жаңағы мынау қолдауларға ие болу қажет. Бірақ енді оның оқуы болмағаннан кейін оған енді тиісті санат бере алмайтынымыз өкінішті. Таңсәуле мырза, аталған мамандық өкілдері, мен айтып өткен аталған мамандық өкілдерін жалпы қолдаудың қандай тетігін табу керек деп санайсыз жауапты ведомство? Өйткені міне оқу ағарту министрлігінің тарапынан колледждерде ол мамандық оқылмайтын болғаннан кейін олар енді тиісті назарға ілінбейді мемлекеттік бағдарламаға. Бұл жақта да енді диплом қажет етілмейтіндіктен тіпті мынау бітірген 150 мың адам немесе мынау 26 мың жұмысшы қажет вакансия бар дегеннің ішіне де олар кірмейді. Олар бұл тізімде жоқ, өкінішке орай. Қолдаудың қандай тетігін табу керек? Бірінші рет ол Өйткені жаңа кешірім сұраймын, Санжан Мейірханұлы айтып отқан енді жалақылар әрине көрермендердің тарапынан да ертең сынға қалу, басқа болуы мүмкін. Бірақ енді сантехник, дәнекерлеуші, басқа да салалардың біздің елімізде қазір құрылыс саласындағы қажеттіліктерге байланысты қарайтын болсақ, олардың сұранысқа ие екені жасырын емес. Және ресми жұмыстан бөлек олар мысалы білеміз ғой, басқаларының өзінде бір сантехник, бір электриктің өзі бірнеше жаңағы тұрғын үй кешенінде жұмыс істеп жақсы жалақы алу мүмкіндігі бар. Ең бастысы, бірақ жаңағыдай санатқа кірмей қалған, оқуды қажет етпейтін, бірақ сіз бен біздің өмірімізге ауадай қажет мамандарды қолдаудың қандай тетігі болу керек? Бірінші, жаңа сұрақ туындап отқанда ойлап отырмын, қалай біз жасай аламыз оны деп. Ол әлеуметтік пакет. Әлеуметтік пакетті беретін кім? Сол мекеменің басшысы. Сол адамға деген, сол адамның қызметіне деген құрметті тудыру да, оны жүзеге асыру да басшының қолында. Сол азаматтардың жасап жатқан қызметін сыйлаудың бір тетігі сол басшыларды. Қарапайым әлеуметтік пакетке жасақтау сол басшының қолында. Мен сол пакетті сол азаматқа берейінші десе, мен ойлаймын, басқа жерден де естіледі ғой, ол ақпарат жетеді. Біріншіден, ол кісінің өзіне деген құрметі, қызметіне деген құрметі артады. Ол неге? Өйткені ол кісінің еңбегін сыйлай білу керек та. Мәселе осы да. Қарапайым мектептегі еден жуушы. Анау мектеп директорынан бастап, мұғалімнен бастап, әй, ана азамат пол жуып кетті ғой. Сен осыны құрметпен қара десе. Сол еден жуушыға жылына бір рет санаторийыңа барып кел апай деп қосымша өзінің тарапынан жағынан бір тетіктер болады ғой, премиясы болсын, басқасы болсын. Олардың өзіңіз айтқандай жалақысы көп емес, бірақ бір қарапайым сондай бір балаларына жаңағындай лагерьге тегін баруға сондай бір тетіктерін қарастырса, мен ойлаймын, ол жерде мәселе оның маңыздылығында. Өзіңіз білесіз, ұстаздар мектептен, олардың деңгейі төмен түсіп кеткен, біз оның ерекше статус бермегенше. Ал жаңағы статусын бағалау, ол сол мекеменің басшысының қолында. Жақсы. Қанат Досқожалы, жұмыс берушілерге жаңа айтып өткендей тиісті мамандық игеру бойынша санатқа кірмегенмен, біз жаңа айтып отқандай еден жуатын, аула сыпыратын аға апа, әке анамыздай азаматтар бар. Басқа да мына күзет саласында басқа да жұмыс істейтін азаматтар бар, иә. Мысалы енді біз айтып жатамыз кейде мына мектептерде зейнеткерлер ғана күзетте отыр, басқа да отыр дейміз, бірақ енді біз мәселенің екінші бөлігін яки шымылдықтың арғы жағын көруіміз керек. Өйткені ол жерде жалақы аз. Жас маман, жас адам ол жерге бармайды. Бірақ мектепке күзетші керек. Ең болмаған тәртіпте қарайтын. Сондықтан зейнетке шыққан, қызметсіз қалған, немесе зейнетақысы өзіне жетпейтін азаматтар барады. Ол амалдың жоқтығынан. Зеріккеннен болмаса еріккеннен ешкім ол жерге барып отырмайды. Сондықтан да жаңа айтып өткен мамандарға қатысты сол жұмыс берушілерге оларға тиісті әлеуметтік пакетті беріңдер деп бір міндеттеудің немесе сіздердің тарапынан бір тиісті мынау бұйрықтарға өзгеріс енгізу арқылы реттеудің тетігі бар ма, жоқ па? Сұрағыңыз өте орынды. Иә, бұл реттеудің тетіктері бар, себебі бізде инспекция труда комитеті бар. Бұл тетіктерді әрине талдау жасайды. Осы жұмысшы мамандықтардың жұмысшы мамандықтары жұмыс істейтін азаматтардың қауіпсіздігін, әлеуметтік жағдайын көтеру жағынан жұмыс берушілер жауапты екені белгілі. Сол жұмыс берушілерді талдау жүргізетін осы біздің мекемеміз бар, комитет инспекция труда. Бізде сосын карта трудовых рисков деген неміз бар.
талдау электронды талдау жүйеміз бар. Ол талдау жүйеде жұмыс берушілер жаңа тәуекелдік деңгейіне байланысты бөлінеді. Мысалы жоғары тәуекелдік ретінде осы мысалы қауіпсіздік жағдайын сақтамағандар, әлеуметтік жаңа төлемдерін төлемегендер жұмысшыларға байланысты соларды біз анықтап отырмыз. Бірақ енді мынау жұмыс беруші тиісті әлеуметтік пакет енгізу дегеніміз ол мынау демалысқа жіберу басқа сияқты дүниелер ғой. Мен есімде мына 2023 жылы өзім жүргізген заң жобасы бар. Ол өте маңызды болды. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасына сәйкес жаңағы жарық көрген заң жобасы болды. Ол мынау жұмыс жағдайы қауіпті жұмыспен, қызметпен байланысты азаматтар. Шахтерлар, басқалар біздің елімізде шамамен 2000-дай мамандық болды. Дәл сондай ол шахтерлар бар, мұнай саласында басқалар бар. Мысалы, оларға да уақытында тиісті әлеуметтік пакет болмаған. Енді соған сәйкес олар мысалы жыл сайын мынау сақтандыру компаниясына қаражат төлейді екен. Сақтандыру комиссиясымен сол жерде бір апат болмайынша өзінде қала береді екен. Соның біз енді тиісті заңға өзгеріс енгіздік. Бір бөлігін жұмыс беруші қайтадан бересің дедік жылдың аяғында апат болмайтын болса, және ол қаражатты жұмыс беруші нақты жаңағы салаларға жұмсайды. Яки біріншісі ол жұмыс жағдайын жақсарту, қауіпсіздікті арттыру, жұмысшыларды санаторлық курорттық жерлерге жіберу, денсаулығында дімкастық болса оларды қарауға жіберу. Мінекей осындай әлеуметтік пакеттер ғой біздің айтып отырғанымыз. Осыған қатысты қосымша пікіріңіз болса қазір айтасыз ғой деген ойдамын. Және ол кезде енгізген тағы бір маңызды дүниеміз, бұрын мынау дәл сондай өндіріс орындарында апат болатын болса, бұрын қалай болған? Бұрын комиссия бірігетін болған, содан кейін барады да жаңағы шахтада апат болса, мына шахтердің қанша пайыз кінәсі бар, жұмыс берушінің қанша пайыз кінәсі бар дейді. Әрине жұмыс беруші уағында анау бізде заржылатып кеткен металлдардың да маңғаздығын көрдік қой. Мәселен, қаншама азаматымыз жер астында жер жастанса да өздерінің айыбын мойындамай кетті. Сондай сәтте әрине компанияның қаншама ондаған заңгері болады, ал ана қарапайым жұмысшы қолынан аяғынан айырылады, бірақ оның ешқандай заңгерге басқа ақшасы жоқ, үнемі ұтылып қалатын. Біз сол кезде мынадай норма кіргіздік. Егер өндіріс орнында апат болатын болса, және азамат жапа шегетін болса, қандай да болсын, жапа шегетін болса, оған өтемақы төленетін кезде жұмысшының айыбы есепке алынбайды деген енгіздік. Яки ол азаматтың денсаулығына келген зиян 6 миллион теңге, 6 миллион төленді. Бұрын қалай болған? 50% ғана жұмыс берушінің кінәсі дейді де 6 миллион теңге емі шығып тұрмай 3 миллион төлейтін болған жұмыс беруші. Міне осындай кедергілер болды. Әлеуметтік пакет деп отырғанымыз осы ғана досқа жолы. Қазір енді тағы қосымша мәліметтеріңіз болса қарап айтарсыз. Санжар Мейірханұлы, тағы бір маңызды дүние бар. Бұл енді мына колледждерде де әсіресе селбесіп бірге келе жатыр ғой деп ойлаймын. Бұл мынау жаңа айтқандай кәсіптік бағдардың мәселесі. Ол мектептен басталады. Мектепке қатысты кәсіптік бағдарға әрине сын көп. Мына сіздердің тараптарыңыздан колледждерді аяқтайтын мамандарға, жастарымызға, нарыққа шығатын жаңа жұмыс күшіне қатысты кәсіптік бағдар қалай жүзеге асады? Өйткені расымен де өзіміз енді мойындауымызға тура келеді. Жаңа айтып отқандай, мен айтқандай IT бар, экономист бар, аналитик, брокер, басқа да мамандықтардың алып жатқан миллиондарын көрген кезде, және бір сыныпты бітірген балалар әрқайсысы әртүрлі мамандыққа кетеді. Өз арасында сөз болады, басқа болады, ақылдасады, кеңеседі дегендей. Мысалы, ал жұмысшы мамандар жүргендер ауыр жұмыс істейді, бірақ жалақысы аз болып қалады, басқа болады. Осы тұрғыда кәсіптік бағдар қалай көмектеседі, немен жәрдемдеседі? Осыны айтайықшы. Кәсіптік бағдар енді шыны керек бізде бір жалпы білім саласы болсын, осы бір ең дереу әсер ететін бағыттың бірі. Сондықтан да жұмысшы мамандықтар жылына осыған қатты назар аударылған кәсіби бағдар беруде. Мысалға бірінші бағытта бұрынғымен салыстырайық. Бұрын қандай қателік болды, қазір қалай өзгерді? Бұрынғымен салыстыратын болсақ, бұрын мысалға мектептерде кәсіби бағдарға біз қатты назар аудармайтынбыз. Аты бар заты жоқ еді ғой. Иә. Мысалға жаңаға Алтынсарин ұйымында маман деген бір жеке концепция жасалды. Мысалға мансап компасы арқылы еңбек министрлігімен байланысқа түсіп, маман, сонымен қатар тағы да басқа жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біріншіден 1000 профильдік класс ашылу жүзеге асырылып жатыр биылғы жылы. Сонымен қатар кәсіби бағдардың аясында 2000-ға жуық мектептің 10-11 түлектеріне біліктілігін беру пилоттық режимде жүзеге асырылады. Әрі қарай ол әрі қарай жанданатын болады. Сонымен қатар нақты айта кететін жағдай, мамандығын болашағым деген бір жоба бар, оны білесіз. Соның аясында өңірлерде өңірлік карта потребности дейміз ғой, қажетті мамандықтарының картасы жасалып жатыр. Қазіргі таңда 9 өңірде жасалған болса, тағы 17, жалпы 17 өңірлердің офистерінде оқыту жүргізілді. Бұның енді проекттің офисіне жоғары оқу министрлігіне қарасты жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрине бұл жерде айта кететін жағдай, Ұлытау облысында, Алматы облысында, Қостанай облысында бұл жұмыс әлі нақты жүзеге асырылмаған. Яғни бұл өз кезінде не береді? Өз кезінде қандай мамандықтар бар?
жастар көреді да өзінің өңірінде қандай мамандыққа болашақ мамандықтар бар, трансформацияға ұшыратын жойылатын мамандықтардың тізімін көре алады. Енді колледжерге келетін болсақ, колледжерде осыдан өзінің қажетті ақпаратын алады. Қазіргі таңда колледжерге түсетін адамдардың барлығы кәсіби диагностиканы өту керек. Қандай мамандыққа өзінің икемі бар. Сол арқылы әрі қарайда өзінің мамандығын таңдауға деген белгілі бір септігін тигізеді. Бұл енді ешқандай қатып қалған идея жоқ. Бірақ мысалы ол строительға келіп тұрып, өзінің икемі анаған баратын көрсе, мысалы электрик болуға, не болмаса машина жасаушы болатын болса, ол өзіне айтамыз, ойланып көр, сіздің мынаған сіздің неңіз көп келіп тұр дегендей. Яғни біз жұмысшы мамандықтар жылында жаңағы профильдік класстарда ашуымыз, не болмаса экскурсияларымыз бар. Бір күн мектеп оқушыларының барлығы қазіргі таңда біз енді BTEX бар, BTEX-те қаратын болсам, осы жартысынан жуық біздің мектеп студенттері экскурсияға барып көріп жатыр кәсіпорындарға. Бұл да кәсіби бағдардың бір күші. Әрине бұл жұмыстар бізде қатты бір белсенді түрде, жүйелі түрде жүргізілмеп еді осы уақытқа шейін. Яғни жылдың соңына шейін белгілі бір кәсіби бағдар аясында жүйелі түрде жүргізілген жұмыстардың нәтижесін көрсететін боламыз. Жақсы, Жамихан. Жалпы менің бір көңілімді қалдыратын дүние бар. Бізде бір науқаншылық басым. Осы қандай да бір жыл жарияланады, алып шауып кетеміз. Жаңа Таңсәуле Қабдамарапұлы аңғарсақ сөздің басында өте маңызды дүниені айтты. Мемлекет басшысы жұмысшы мамандарды, еңбек адамдарын қолдау керек деген дүниені 2022 жылдан бастап айтып келе жатыр. Рас. Оған дейін де айтылды. Жалпы мемлекет басшысы былай қарағанда осы тиісті, мысалы оқу ағарту министрлігі бар, жұмысшы мамандармен айналысатын, мына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бар, бизнес өкілдері бар, басқа мейлі. Құдды бір бәрімізді алдағы уақытта болатын бір бастамаға дайындаған секілді көрінеді. 22-де айтты, дұрыс қой, 23-те де бұл мәселе айтылды, 24-те де айтылды. Ең соңында жұмысшы мамандықтар жылы жарияланатыны 24-ші жылы жолдауда айтылды, одан кейін желтоқсанда тиісті қаулыға қол қойылды. Былай қарағанда біздің қоғамның жауапты өкілдердің дайындалуына 3 жылдай уақыт болды кемінде. Бірақ өкінішке орай, жаңа айтқандай кейбір өңірлерде әлі кәсіптік бағдар бойынша орталықтарды ашу мәселесі болып жатыр. Кейбір жаңа өздеріңіз айтқандай жалақы бар, әлеуметтік пакет бар, әлі де шешілмеген мәселелер жетіп артылады. Бұған да бір өте қатты назар аудару керек қой деген ойдамын. Енді ресми статистикаға қарайтын болсақ, ресми дерекке дейікші. Алдағы жылдар Қазақстанда сұранысқа ие болатын 5 бірдей мамандықтың тізімі жарияланған екен. Ол енді ешкімге жасырын емес. Ол да жаңалық бола қоймайтын шығар, өйткені біріншісі кибер қауіпсіздік маманы, екіншісі жасыл энергетика саласының маманы, үшіншісі IT саланың маманы, жасанды интеллект саласының маманы, медициналық қызметкерлердің биотехнологтар, төртіншісі және тұрақты ауыл шаруашылық саласының мамандары дейді. Осындай анализ қаншалықты жиі жасалады сіздерде? Қанат Досқожаұлы, қаншалықты жиі жасалады деген сұрақ қойғым келеді. Және сіздердің дерекке сәйкес алдағы 5 жылдықта жойылып кететін мамандықтар мен ерекше сұранысқа ие болатын нарықтағы мамандықтан тізімі қандай? Мынау ресми біз жариялаған мәліметпен ұқсас па? Ұқсас болса, онда жойылып кететін мамандықтардың саны қандай? Атауы қандай? Жақсы. Негізі біз жылда бұл болжамдарды жылда жасаймыз. Қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар. Орта мерзімді болжам ол 10 жылды қамтиды. 25-35 жылға болжамға сәйкес, алдындағы ақпаратқа сәйкес жұмысшы мамандықтардың жаңа сұранысы 812 мың адам болады. Жалпы 2 миллион 900 мың адам жаңағы жұмыспен қамтылуға сұраныс болады. Оның 812 мыңы жұмысшы мамандар. Яғни 27%. Жаңағы олардың сала бойынша айта кетсек, ең көп сұраныс өңдеу өнеркәсібінде болады, 126 мың адам, сосын құрылыс саласында, 89 мың адам, сосын ауыл шаруашылығында. Сосын жаңа сіз қандай мамандар дедіңіз, ол тізімін айта кеттіңіз. Тізімде ол топ 10 мамандықтардың тізімін шығарып алдық. Оларды именно жұмысшы мамандықтардың арасында. Олар аспазшылар. Сосын жаңағы күтім жөніндегі орта медициналық персонал, жүк автокөлігінің жүргізушілері, сантехниктер, тракторшылар, өнеркәсіп жабдықтарының слесарьлар және тағы да басқалар. Осылар міне топ жаңағы 25-35 жылда. Бұның барлығын қайдан көре алады? Ел. Біз неде жариялап тұрамыз бұлардың тізімін. Қайда? Біздің сайтымызда, еңбек министрлігінің сол жерден көре алады. Жақсы. Қанат Досқожаұлы,
бұл сайттарды мына қолжетімді әлеуметтік желілерге де жариялау керек. Ел көру керек, халық көру керек, және жаңа біз айтып өткен әлеуметтік пакеттің мәселесіне де тиісті назар аудару керек қой деп ойлаймын. Құрметті спикерлер, бүгін өте маңызды тақырып болды. Жалпы әрине жұмысшы мамандықтар дей салып, оған әлеуметтік көмек, үй, басқа бүкіл тақырыпты бір бағдарлама талқылауға болар еді. Бірақ жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланғаннан кейін, нақты біз осы уақытқа фокус алғаннан кейін, әрбір саласы туралы нақты түйіндеме болу керек. Яки біз кәсіптік бағдар қалай болу керек, қалай жүзеге асты, кем-кетігі қандай, әлеуметтік пакеттің мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ бізде. Бұдан басқа тиісті болатын мамандықтар, жойылатын мамандықтар, басқа дегендей тиісті өзіміздің анализімізді бердік қой деп ойлаймын. Біз бұл жұмысшы мамандықтар жылына арналған анализді, сараптаманы алдағы жобаларымызды жалғастыратын боламыз. Сол жобаларда әлі бас қосамыз ғой деген ойдамыз. Ең бастысы, жаңа айтып өткендей, біздің елімізде кез келген бастама бұл науқаншылыққа салынбау керек. Өйткені алаулатып, жалаулатып жасалған дүниенің арты саз болатыны, мәз болмайтыны халықтың анық белгілі нәрсе. Сондықтан да жұмысшы мамандықтар жылы осы жұмысшы азаматтардың кәдесіне жарайтын игі істерге толы болады ғой деген ойдамын. Өйткені жұмысшы мамандық, жаңа айтып өткендей, аула сыпырушы болсын, еден жуушы, басқа да мамандар болсын, олардың еңбегінсіз басқа жаңа ғанау ақ көйлек қара пиджак кигендердің өмірі тоқтап қалатыны белгілі. Өйткені жұмысшы мамандың қадіріне жете алмаған қоғам, жұмысшы маманның қадіріне жете алмаған мемлекетте басқа саланың дәурендеп дамып кетеді дегеніне мен мүлдем келісе алмаймын. Сондықтан осындай қатарда қарапайым азаматтардың қадіріне жету біздің ең басты принципіміз болу керек. Ол уақытта жұмысшы мамандар дайындайтын министрлікте, орталықтар жұмыс істеу керек. Ол уақытта тиісті жауапты ведомствода әлеуметтік пакеттер бойынша қосымша деректеріңізді ала келдіңіз келесі бағдарламада бұл бағытта жұмыс істеуіміз керек. Мәжіліс депутаттары, жалпы халық қалаулылары бұл бағытта тиісті талап тілектерді жеткізе беру керек қой деген ойдамын. Сондықтан уақыт тауып келгендеріңізге сіздерге алғыс айтамын. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, 7-ші арнада қайта жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.